Оқушылар, енді біз параметрмен берілген квадрат теңдеулерді шешуді үйренейік. Бізге осындай есеп берілген. К параметрінің қандай мәндерінде берілген мынау теңдеу толымсыз квадрат теңдеу болады деп сұрайды. Және сол К-ның мәндеріне байланысты осы теңдеуді шешіңіз дейді. Алдымен біз квадрат теңдеудің жалпы түрін жазып қояйық. Ax квадрат қосылған bx қосылған c тең болады 0-ге. Мұндағы a тең емес 0-ге. Балалар, егер де a 0-ге тең болатын болса, онда бұл теңдеу квадрат теңдеу емес, сызықтық теңдеу болып кетеді. Сол себептен a міндетті түрде, яғни бірінші коэффициент міндетті түрде 0-ге тең болмауы керек. Енді толымсыз квадрат теңдеулерді біз алдыңғы сабақтарда таныстық. Қай жағдайда толымсыз квадрат теңдеу болушы еді? Егер де екінші коэффициент, яғни b 0-ге тең болса, немесе c 0-ге тең болса, немесе екеуі де 0-ге тең болса, онда бұл теңдеу толымсыз квадрат теңдеу болады. Неде? Есеп шығару үшін алдымен біз осы квадрат теңдеудегі бірінші коэффициент a-ны, екінші коэффициент b-ны және үшінші коэффициент c-ны анықтап жазып қояйық. A неге тең? A деп тұрғанымыз ол x квадраттың коэффициенті. X квадратқа көбейтіліп тұрған сан. Ол k минус 1-ге тең. B ол x-ке көбейтіліп тұрған сан. B тең 2k-ға біздің есебімізде. Ал c ол бос мүше. Бұл c. Яғни c тең болады k квадрат минус 1-ге. Сонымен біз екі жағдайды қарастырайық. B 0-ге тең болған жағдай және c 0-ге тең болған жағдай. Алдымен бағана бастапқыда айтып кеткен шартты қарастырайық. A 0-ге тең болмау керек. Егер де балалар тағы да айтамын, егер де x квадратқа көбейтіліп тұрған сан 0-ге тең болып кететін болса, онда бұл теңдеу квадрат теңдеу болмай қалады. Сол себептен x квадратқа көбейтіліп тұрған өрнекті k минус 1, яғни k минус 1 тең емес 0 деп біз шарт қояйық. K минус 1 0-ге тең болмасы үшін k тең болмау керек 1-ге. Енді бірінші жағдайды қарастырамыз. Бірінші жағдайда айталық b 0-ге тең болсын. b тең болады 0-ге. Ендеше b бізде 2k ғой. 2k 0-ге тең болса, онда k тең болады 0-ге. Сонда k-ның орнына, егер де берілген теңдеуде k-ның орнына 0-ді қойып шығатын болсақ, онда осы теңдеу толымсыз квадрат теңдеуге айналады. Екінші жағдай бос мүшесі 0-ге тең болғанда, яғни c 0-ге тең болғанда. c ол k квадрат минус 1-ге тең біздің есебімізде. K квадрат минус 1 0-ге тең болса, k-ның квадраты тең болады 1-ге, және k тең болады плюс 1-ге, k тең болады минус 1-ге. Мынандай екі мән табылады. Енді k тең болады 1 деген мәнді біз ала алмаймыз. Себебі біз есептің бастапқы негізгі шартында k 1-ге тең болмау керек деп айттық. Тағы да айтамын, егер k 1-ге тең болатын болса, онда берілген теңдеу квадрат теңдеу болмай қалады. Сондықтан k-ның 1-ге тең болған жағдайын біз қарастырмаймыз. Сонымен бізде k-ның екі мәні алынды, ол 0 және минус 1 деген. Сонда 0 және минус 1 деген мәндерінде осы берілген теңдеу толымсыз квадрат теңдеу болып келеді екен. Енді осы алынған k мәндеріне сәйкес теңдеулерді шешейік. K 0-ге тең болған жағдайда теңдеудің түрі қандай болады? Мына берілгенде k-лардың орнына 0-ді қойып жазайық. 0 азайтылған 1 көбейтілген x-тің квадраты қосылған 2 көбейтілген 0 көбейту x қосылған 0-дің квадраты минус 1 тең 0-ге. Ықшамдап жазатын болсақ, минус x-тің квадраты болады. Мынау 0-ге айналып кетеді, мұнда 0 азайту 1 тең 0. Мынандай толымсыз квадрат теңдеуге келдік. Енді осы теңдеу шешейік. Ол үшін минус x-тің квадраты тең болады 1-ге, және x-тің квадраты тең болады минус 1-ге. Ал сендер білесіңдер, санның оң санында, теріс санында квадраты теріс сан бола алмайды. Олай болса, x квадрат минус 1 деген теңдеуде шешім жоқ. Ендеше k 0-ге тең болған жағдайда теңдеудің шешімі жоқ. Екінші жағдайды қарастырайық. K минус 1-ге тең болған жағдайы, k-лардың орнына берілгендегі минус 1-ді қойып жазайық.
Сонда минус 1 көбейтілген x-тің квадраты қосу 2 көбейтілген минус 1x қосылған, мына к-ның орнына тағы минус 1-ді қоямыз. Минус 1-дің квадраты минус 1 тең 0-ге. Ақшанда жазатын болсақ, мұнда минус 2 болады, x-тің квадраты. Мұнда да 2 мен минус 1 көбейтіледі, минус 2x болады. Мұнда минус 1-дің квадраты плюс 1, минус 1, мұның бос мүшесі 0-ге айналып кетеді, тең болады 0-ге. Енді мынау толымсыз квадрат теңдеу, яғни бос мүшесі 0-ге тең. Бұл теңдеуді шешуді біз үйрендік алдыңғы сабақта. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарайық. Ортақ көбейткіш минус 2 және x, минус 2x. Жақшаның сыртына шығарсақ, мына бірінші қосылғыштан x қалады. Мұнда минус 2x сыртқа шығып кетті, плюс 1 қалады орында, тең болады 0-ге. Бұл теңдеуді шешуді білеміз. Әрбір көбейткішті жеке-жеке 0-ге теңестірсек, минус 2x тең болады 0-ге, бұл жағдайда x тең болады 0. Бұл теңдеудің бірінші шешімі. Екінші, жақшаның ішін 0-ге теңестірейік, x қосу 1 тең 0-ге, яғни x тең болады минус 1-ге. Бұл екінші шешімі. Сонымен, k минус 1-ге тең болған жағдайда теңдеудің екі шешімі бар екен. Минус 1 және 0 деген.